ең дәмді котлеттің рецептін қабыл алыңыз. 3 тілім нанды сүтке кезесіз. Нанның әртүрлі болғаны жақсы. Қара нан, ақ нан араластырып салыңыз да сүтке кезіп қойыңыз. Әбден бататындай етіп салыңыз. Әдеттегідей 300 грамм фаршқа 100 грамм пияз керек дейміз ғой. Сол пиязды қолмен турайсыз. Міндетті түрде ет тартқышқа салмаңыздар. Қолмен тураған пиязды маринаттаймыз. Ол үшін бізге қара бұрыш пен тұз қажет. Маринаттап қақпағын жауып қоямыз. Қолмен сықлаймыз да қақпағын жауып қоямыз. Сонда ол жақсы маринатталады. Маринатталған пияз өте жақсы хош иіспен жақсы дәм береді асқа. Және тағы асқазанның қыжылдауын болдырмауға септігін тигізеді. Сүтке батырылған нанды үлкен түйірлері қалмау үшін қолымызбен езіп, бар сұйықтығымен бірге тартылған етке қосамыз. Тартылған етімізге міне маринатталған пиязымызды, нанымызды қостық. 100 грамм қырыққабатты үккіштің ең кішкентай тесігінен өткізіп қосамыз. Бір шай қасық қызанақ пастасын қосамыз. Барлығын араластырып, тұз, қара бұрыш сеуіп, араластырып жауып қоямыз. Гарнирге картоп езбесін дайындаймыз. Ол үшін картопты алдын ала аршып, тілімдеп турап, суға салып қоямыз. 300 грамм фарштан басқа қоспаларын есептемегенде 13 дана котлет шықты. Енді картопқа келетін болса, картоптың суы, мына қараңыз, көмескі бұлдыр болып тұр. Себебі картоптың крахмалы бөлінді. Біздің картопты ертерек суға салып қойғанымыздың пайдасы тиді. Енді оны суын ауыстырып, отқа қоямыз. Жаңадан су құямыз да, үстіне тұз салып, әбден дайын болғанша қайнатамыз. Енді котлеттерімізді қуыруға дайындалайық. Ол үшін табаға аздаған сұйық майды қыздырып аламыз да, котлеттерді ұнға немесе кептірілген нан өнімділеріне аунатып алып, екі жағын қызартып қуырамыз. Қуырылып болғаннан кейін котлеттерді бұқтырамыз. Ол үшін аздаған сұйық майға туралған қызанақ пен маринатталған пиязды қуырып алып, үстіне котлеттерді саламыз да, оған су құйып, тұз саламыз. 30 минуттай отқа қақпағын жауып қойсаңыз, бұқтырылып пісіп шығады. Қол астыңызда прованс шөптерінің қоспасы дәмдеуіш болса, соны қоссаңыз болады. Өте дәмді болып шығады тамағыңыз. Картопымыз әбден пісіп қалып, көріп отырсыздар. Суын төгіп, ішіне сармай салып, сүт құйып, картоп езбесін дайындайтын арнайы аспаппен езгілеп, асымызды ары қарай дайындаймыз. Асымыз дайын болды. Дәмді тағамнан ләззат алайық. Барлығыңызға да ас дәмді болсын. Каналға тіркеліңіздер. Әр видеодан дәмді тамақ дайындаудың оңай тәсілдерін үйреніп отырыңыздар.